Ендігі кезекте бізде осы функция тақырыбында бізге түсіну керек бір ұғымдар бар. Ол жергілікті, локальды айнымалы және глобальды айнымалы деген екі ұғым. Мысалға бір функция қарастырайық. Бізде бір f деген қарапайым ғана функция бар. Аты f, және ол не істейді? Ол жай ғана a-ның мәні қанша болса, соны басып шығара алады. Басқа ештеңе істей алмайды. Енді мен функцияға анықтама бердім. Ол функция f a-ның мәнін шығарады. Енді a тең 1 деп, міне мен функцияның денесінен бөлек табуляцияға жатпайтын жерде бір a деген айнымалы ашып, оның мәні 1-ге тең деп жазайын. Және осы тұста функция f-ті шақыратын болсақ, не орын алады? a-ның мәні 1-ге тағайындалды. Енді біз функцияны шақырамыз f. F функциясы ештеңе қабылдамайды, бірақ a-ның мәнін шығарып береді. Запуск басатын болсақ, бізде 1 деген жауап шықты. Қалайша орын алды? Бұл a деген мына жердегі айнымалы бізде глобальды болып тұр. То есть бұл функцияның денесінде көрсетілмеген. Функцияның денесінде ол қолданылған, бірақ тағайындалу a-ның a айнымалысына 1-дің мәні меншіктелуі ол функцияның денесінде емес. Міне қараңыздар, табуляция def-тен шығып кеткеннен кейін барып орын алып тұр. Бұл a-ның мәні 1-ге тең деген глобальды айнымалы. Және осы функцияны шақырған кезде функцияның ішіне сәйкес осы a-ның мәнін шығару командасы ғана орындалып тұр. Демек бізде не болады? Осы 1 деген мәніміз шығады. Бұл жерде түсіну керек нәрсе, осы a бізде глобальды айнымалы. Бізде бұл a айнымалысы функцияның ішінде a туралы ештеңе айтылмаған, просто шығару ғана айтылған. Соның өзінде бұл нәтиже ретінде шығады. Бұл түсінікті нәрсе,